Болды. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі күнге тәжірибе тарату бойынша алдарыңызда Гүлжанат Махмутовна. Ол кісінің авторлық бағдарламаның тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының жылдам оқуға ынтасы мен зейінін арттыру. Гүлжанат мұғалім, сәттілік сізге. Барымызға керек, өте қызықты тақырып екен. Бастай беріңіз, сөз өзіңізде. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сіздермен жүздескеніме қуаныштымын. Мен Теміртау қаласы номер 8 жалпы білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Абдисаттарова Гүлжанат Махмутовна. Қарағанды қаласы, Саран қаласы, Бұқар-Жырау ауданының ұстаздарына тәжірибе тарататын боламын. Бүгінгі тәжірибе тарату бойынша ұсынатын тақырыбым бастауыш сынып оқушыларының жылдам оқуға ынтасы мен зейінін арттыру атты авторлық бағдарлама. Назарларыңызға желтоқсан айында бекітілген жұмыстардың бірін ұсынамын. Яғни бүгінгі трансляция сіздерге қызықты болады деген ойдамын. Бүгінгі тәжірибе таратудағы мақсатым бастауыш сынып оқушыларының оқу жылдамдығын, зейінін және оқу дағдыларын дамытуға арналған тиімді әдіс тәсілдерімен таныстыру, міндеттері бастауыш сынып оқушыларының оқу жылдамдығын және зейінін дамытуға арналған тиімді әдіс тәсілдерді таныстыру, мұғалімдердің тәжірибе алмасуына мүмкіндік жасау, ұсынылған әдістерді оқу үдерісінде қолдану жолдарын көрсету. Күтілетін нәтиже, мұғалімдер оқушылардың оқу жылдамдығын, зейінін және оқу дағдыларын дамытуға арналған тиімді әдіс тәсілдермен танысады, педагогтер ұсынылған тәсілдерді өз тәжірибесінде қолдана алады. Түсіндірме жазба. Түсіндірме жазба, бұдан алдын біздерде мазмұнында түсіндірме жазба, тұрақталу бөлімі, нормативті бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім, бағалау критерийі, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер, қысқа мерзімді жоспар. Енді түсіндірме жазбамен таныстыра өтетін болсам, бастауыш сынып оқушыларының жылдам оқуға ынтасы мен зейінін арттыру атты бағдарлама оқу жоспарының вариативті бөлігінің оқу бағдарламалары мен элективті курстарын әзірлеу және оларды әдістемелік қамтамасыз ету барысында барлық деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын басшылыққа ала отырып әзірленді. Бағдарлама оқу жоспарының вариативті бөлігінің оқу бағдарламалары және элективті курстарды сараптамадан өткізу және оларды жаңартылған білім беру мазмұны аясында әдістемелік қамтамасыз ету туралы ережеге және Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі номер 319 бұйрықпен білім туралы заңына сәйкес дайындалды. Бағдарлама мазмұны бойынша аптасына 1 сағат, оқу жылына 34 сағат жүктеме құрастырылған. Бағдарлама жалпы білім беретін мектептің 2-ші сынып оқушыларына жылдам оқу вариативтік пәнінде қолданылуға ұсынылады. Мақсаты бастауыш сынып оқушыларының оқу жылдамдығын оқуға ынтасы мен зейін арттыру, сәйкестік Қазақстан Республикасының білім туралы заңы жаңартылған білім мазмұны. 2-ші сынып аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат. Вариативті бөлім, элективті курс. Міндеттері оқушылардың оқу техникасын дамыту, оқу дағдысына қызығушылық қалыптастыру, зейін тұрақтылығын қалыптастыру, түсініп оқуға машықтандыру, жеке қарқынмен жұмыс істеуге жағдай жасау, оқылымға байланысты мотивациялық ахуал қалыптастыру,
оқушылардың сөздік қорын дамыту, ата-аналармен бірлескен жұмыс. Өзектілігі: алған тақырып әлемдік білім беру үдерісінде 20-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап, әсіресе 2000-шы жылдан бері өзекті. Отандық білім беруде оқу сапасын арттыру, оқуға қызығушылықты дамыту, функционалдық сауаттылықты қалыптастыру өзекті. Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында оқушының функционалдық сауаттылығын, оқу дағдысын және зейінін дамыту қазіргі білім жүйесінде маңызды. Бағдарламаның жаңалығы педагогикалық жаңалығы және психологиялық жаңалығы болып бөлінеді. Педагогикалық жаңалығы оқу сапасын арттыру, тиімді педагогикалық тәсілдерді бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне сай таңдап, оларды оқу процесінде жүйелі түрде қолдану мүмкіндіктерін зерттейді. Психологиялық жаңалығы мотивациялық ойын және зейінді дамыту әдістері арқылы білім алушылардың жылдам оқуға ынтасы мен зейінін арттыру дағдысын қалыптастыру. Күтілетін нәтиже: оқушылардың оқу техникасы дамиды, зейін тұрақтылығы қалыптасады, түсініп оқуға машықтанады, жеке қарқынмен жұмыс жасайды, оқылымға байланысты мотивациялық ахуал қалыптасады, оқушылардың сөздік қоры байиды, ата-аналармен бірлескен жұмыс ұйымдасады. Тұрақталу бөлімі аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бұл бағдарламада дәрістік сабақтар және тәжірибелі сабақтар араласып берілген. Және бағдарлама мазмұны 19 тақырыпты қамтиды. Әр тақырыпта оқушылардың оқу жылдамдығын арттыру, зейінін дамыту және мәтінді түсініп оқу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар берілген. Тақырыпта дәрістік және тәжірибелік сабақтар үйлестіріліп қарастырылған. Әр тақырыптың атауы, сағат саны және күтілетін нәтиже көрсетіледі. Мысал үшінге алатын болсақ, жылдам оқуға қызығушылықты ояту тақырыбы болса, күтілетін нәтиже оқудың маңызын түсінеді және өз еркімен оқуға қызығушылық танытады. Нормативтік бөлім. Нормативті бөлім аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Яғни, мұнда оқу процесінде теориялық негізгі және оқу мақсаты көрсетіледі. Оқу мақсаты күтілетін нәтижеден шығады. Бірақ жалпы білім беру стандарттарына және бағдарламалық талаптарға сай жазылады. Әр тақырып үшін оқу мақсаты оқушылар не үйрену керек екенін көрсетеді. Сағат саны жалпы лекция және тәжірибе сағаттары бөлек көрсетіледі. Күтілетін нәтиже оқушылардың не күтілетіні нақты жазылады. Ақпараттық әдістемелік бөлім. Ақпараттық әдістемелік бөлімде жаңағы тақырыптарды біздер бөлімдерге бөлеміз, яғни 4 бөлімге бөліп аламыз, әр бөлімге тақырып қоямыз. Бірінші бөлім қызығушылықты арттыру және зейінді шоғырландыру бөлімінде 6 сағат. Екінші бөлім мәтінді жылдам шолу және сыни талдау дағдыларын дамыту бөлімінде 6 сағат. Үшінші бөлім мәтінді терең түсіну және талдау бөлімінде 11 сағат. Төртінші оқуды жетілдіру және өзіндік рефлексия бөлімінде 11 сағат. Енді осы бөлімдердің әрқайсына 3-3-тен оқыту технологиясын дайындаймыз. Оқыту технологиясында бірінші бөлімге ойын технологиясы, мұнда кім жылдам оқиды, артық сөзді тап, сөзден сөз құрастыр, дидактикалық ойындар арқылы оқу әрекетін ұйымдастыру. Екінші, проблемалық оқыту технологиясы, мұнда мәтін бойынша проблемалық сұрақтар қою, оқиға дамуын болжау, кейіпкер әрекетіне баға беру арқылы ойлауды дамыту. Үшінші, дамыта оқыту технологиясы. Мұнда мәтінді бөліктерге бөліп оқу, семантикалық карта жасау, жоспар жасау, салыстыру және қорытынды шығару тапсырмалары. Екінші, сыни тұрғысынан ойлау.
Мұнда мәтінге сұрақ қою, неліктен, қалай ойлайсың әдісі, кейіпкері әрекетін дәлелдеу. Екінші, ақпараттық коммуникативтік технология. Яғни бұнда интерактивтік тақтада мәтінмен жұмыс, бейне үзінді көрсету, электронды тапсырмалар орындау. Үшінші, кластерлік оқыту технологиясы. Тақырып бойынша кластер құру, негізгі ойды тармақтау, сөздер мен ұғымдарды салыстыру. Және үшінші бөлімінде бірінші диалогтық оқыту технологиясы, мұғалім оқушы мен оқушы арасындағы сұрақ жауап, мәтін бойынша пікір алмасу, жұптық әңгіме. Екінші, семантикалық карта технологиясы, мәтіндегі негізгі ойды анықтау, сөздер мен ұғымдарды кесте арқылы байланыстыру, мазмұнын жүйелеу. Үшінші, шығармашылық креативті оқыту технологиясы, мәтін бойынша әңгіме құрау. Соңғы төртінші бөлімде бірінші өзіндік дамыту технологиясы, оқушының өз бетімен оқу тапсырмаларын орындауы, оқу мақсатын қоюы, нәтижесін бағалауы. Жобалау технологиясы. Мұнда тақырып бойынша шағын жоба жасау, постер қорғау, мәтін негізінде зерттеу жұмысын орындайды. Үшінші, рефлексиялық технология. Мұнда не білдім, не қиын болды, маған не ұнайды сұрақтар арқылы сабақты қорытындылайды. Енді бағалау критерийіне келетін болсақ, бағалау критерийінде теориялық сабақтар үшін және практикалық сабақтар үшін болады. Бұнда әр тапсырмаға дескриптор құрастырылған, дескриптор арқылы балалар сабақты орындайды және орындаған балаларға жарайсың, тапқырлығыңа таң қалдым, өте жақсы байқадым, сенің ойың маңызды деген сияқты мотивация беріп оларды марапаттап, қолпаштап отырамын. Және КМЖ дайындауда КМЖ 472 бұйрыққа сәйкес әр КМЖ-да 3 тапсырма, яғни 19 тақырыпқа 57 тапсырма орындаймыз, және 57 тапсырмада 33-і интернеттен, 33-ін оқулықтан, 34 тапсырманы, 34%-ын өзім құрастырдым. Бұл жерде қысқа мерзімді жаңағы жоспарда оқушыларға арналып жаңағы әр 34 сағатқа бейімдеп, 34 сағатқа бейімдеп мен КМЖ жоспарын құрғамын, дайын, және сонымен қатар оқушыларға өзіндік жұмыс дәптері қатар жүреді, ол да дайын. Яғни бірінші алатын болсақ, біреуінде жылдам оқуға қызығушылықты ояту тақырыбында, мысалы үшін мектеп біздің анамыз деген тақырыпты алатын болсам, ол жерде сұрақтар қойылады, және кестені толтыр, кестеге мектеп пен үйдің ұқсастығын салыстырып жазады. Яғни бұл жерде мектеп анамыз сияқты бізге қамқор болады, мектепте біз білім, тәрбие береді, жақсы адам болуды үйретеді, сондықтан мектепті анаға теңейді деген сияқты сөздер айтады. Және қамқорлық, тәрбие, білім дегенге кестені толтырар кезде балалар қамқорлықта мұғалім оқушыларға көмектеседі, оқушыларды қорғайды. Ал тәрбиеде әдепті болуды үйретеді, үлкенді сыйлауды үйретеді, ал білімде оқуды, жазуды үйретеді. Және мысал үшінге математика, қазақ тілі, әдебиеттік оқу пәндерін оқытады. Ал мектеп пен үйдің ұқсастығын салыстырып жаз дегенде, балалар қазір өздері ойлау пікірлері еркін жеткізе алады. Мұнда айтады, мектепте, үйде бізге тәрбие мен қамқорлық береді. Мектепте мұғалімдер, ал үйде бізге ата-анамыз біліммен тәрбие береді деп жазады. Енді оқушыларымыз мәтінді оңай оқып, әрі жеңіл әңгімелеп берсін десек, мына әдістерді есте сақтаған дұрыс. Бірінші оқуға дейінгі кезең, яғни тақырыппен жұмыс, болжам жасау, түрек ұғымдарын ашу, мақсат қою. Осы миды белсендіру принципін осыны ұстанған жағдайда біздер 40%-ға жетеміз. Ал екінші оқу кезеңі, неге назар аудару керек, қандай сұраққа жауап іздейді, қандай кейіпкерлерді бақылап отыр.
яғни зейінді бағыттау керек. Оқудан кейінгі кезең бір сөйлеммен айт, кейіпкер картасы, себеп салдарды анықтау рефлексиясы. 100%-ға ол кезде алған біліміміз жетеді. Яғни әңгімелеу, көріп айту, түсіну емес, зейінді бағыттау керек. Оқушылардың мәтінмен оқығанын бірге қайталап айтып беру, ол әлі түсінуге жатпайды. Ал мынау біздер Блум таксономиясы дейміз, Блум түймедағы дейміз, Блум таксономиясы ойлау деңгейлерінің жүйесі. Егер сіздің оқушыңыз мәтіннен көргенін ғана айтып, әңгімелеп ғана қоятын болса, және оның оқу деңгейі, ойлау деңгейі ең төменгі деңгей бар ғой, сол деңгейде төменгі деңгейде қалып қояды. Ал талаптарға сай жинақтау, бағалау деңгейіне дейін жеткізуіміз керек. Оқушы мәтінде әңгімелей отырып, оны түсінуге тырысады. Сөйтіп оқуға ынтасы мен зейіні артып күшейеді. Сонымен қатар мәтінді тез әрі дұрыс оқуға дағдыланып, оқу жылдамдығы мен түсіну қабілеті жақсарады. Ал мына жерде сұрақ қойып үйренейік әдісі. Бенджамин Блум америкалық оқыту әдістемесінің психологы, Блум таксономиясының авторы Блумның пікірінше, адамның сұрақ қоя білу деңгейі оның ой өрісінің деңгейін көрсетеді. Балалардың сөздік қорын қалыптастыру, сұрақ қоя білу, сөйлемдерді байланыстыра білу үшін өте тиімді әдіс тәсіл. Бұл жерде балалар мына жерде сұрақ қою үйрену әдісінде балалар өздері тапсырмаларды оқып жатқан фотоларын көріп отырсыздар. Және спираль оқыту әдісі, бәріміз білетін спираль әдісі арқылы білімді меңгерудің ерекше жолы. Бұл әдіс оқушылардың сыни ойлау қабілетін дамытып, ақпаратты тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Бүгінгі сабақтың басты ерекшелігі балалардың шынайы қызығушылығы мен белсенділігі артады, және осы спираль оқыту әдісі арқылы балалар жылдам оқуға дағдыланады. Енді суретті мәтін оқыту әдісі. Суретті мәтін оқыту әдісінде әдістер қалай әсер ететіндігі, зейінді дамытады, оқушылар суреті жақсылап қарап, ұсақ бөлшектерді байқайды. Сол арқылы олардың зейіні, бақылау қабілеті дамиды. Оқуға ынтасы артады. Суретпен жұмысты қызықты болғандықтан, оқушылар сабаққа белсенді қатысады. Бұл олардың оқуға деген қызығушылығын арттырады. Бұл жерде Аянат пен Мереке суретті тапсырманы орындап қоюды орындап жатыр, және қарақат араласқан суретті мәтінді ретімен қойып тапсырманы орындауда. Суретпен сөйлеуді әдісі шығармада оқылғаннан кейін есте сақтауға бағытталған әдістің бірі. Ертегі кейіпкерлерін ауызша суреттегеннен кейін балалар сипатталған бейне бойынша өз қолдарынан сурет жасайды. Содан кейін сол суреттерді сөйлету арқылы шығарманың композициясын еске түсіреді. Әдістің тиімділігі, есте сақтау қабілеті дамиды, шығармашылық ойлау дағдысы қалыптасады. Және сурет бойынша әңгіме құрау кезінде оқушылар ойлайды, сөздік қорын қолданады, өз ойын еркін жеткізеді, оқушылардың мәтінді тез әрі түсініп оқуға көмектеседі. Мына жерде қарап отырсаңыздар, мен өзім сабағымда қолданамын. Балалар міне мынадай сияқты суретті өздері дайындап, осы бойынша айтып кете береді. Бұлай бұл балалардың оқуына әрі жеңіл. Қазір тамашалаңыздар. Енді жаңылтпашты
әртүрлі эмоцияда айту бұл балалардың сөйлеу тілін дамыту, сөздердің анық әрі жылдам оқуға үйрету, әртүрлі эмоция арқылы ойын еркін жеткізуге баулу. Ұялшақ балалардың өзіне деген сенімін арттырып, көпшілігі алдында еркін сөйлеуіне жағдай жасау. Сонымен қатар зейінін, есте сақтау қабілетін және жылдам оқуға дағдыларын дамыту. Қуанып айту. Бетінде май бал қаймақ, ол қаймай бал қаймақ, балдар тәтті, бал май қаймақ. Далаға қарға бар, қарға қалар, қала салар. Ренжіп айту. Құрбық қар құрғақпа, құрғақ қар құрғақпа, құрбық қарда құрғақ, құрғақ қарда құрғақ. Құлағын ұшырып кетті. Ашуланып сеніп айту. Ей тайқарбай, қойымды май бұтаға жай тайқарбай. Тайқарбай, май қайбарлар толып жатыр. Сенің айтып тұрғаның қай тайқарбай? Бар, май шайқа, байқа, жай шайқа. Әдемі, көркем айту. Қарағайсың, қарамайсың. Қарамайымды жаламаймын. Қасыңа енді жоламаймын. Қазықтағы қаратайды шешейін де шешпейін де, қарағайлы қаралы майды кетейін де кетпейін де. Әсіл ән салды, әжесі тамсанды, әсіл аң салды, атасы тамсанды. Көп айту. Пай-пай жайылып жүртай, айқай ұшып кетті торғай. Еркекті еркекше естеді, еркекті еркекше естеді. Сыбырлаған айту. Мұндай сөзі тұрмас. Ол сөзі тұрмағанда. Не сөзі тұрмағанда? Кім сөзі тұрмағанда? Қорқып айту. Қапыда ит қапты, қатты. Қапыда ит қапты, айқайлап, жаңғыртып айту. Акылатпен ыбырай, ыдыстарын тасымай, ұрыс күлден үлгі алмай, ынтасыз жүріп үлгі алмай. Шаһарға айдаһар, шаһарға келіп қаһарланар. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, балалар өзіне деген сенім артып, еркін сөйлеп, және өздерінің актерлық шеберліктерінде көрсете алып отыр. Сонымен бірге оқушылармен көптеген топтық, жұптық және жеке жұмыстар жасаймын. Бұл жерде сюжеттік кесте толтыру әдісі жаңартылған бағдарлама бойынша балаларға мәтіндерді саналы оқыту үшін арнайы әдістерге кесте жасалынған. Яғни осы бойынша топтық жұмыс жасайды. Оқушылардың топтық жұмыс немесе ынтымақтастық оқу бұл оқыту мен оқу тәсілі. Аталған тәсіл проблемаларды шешу, тапсырмаларды орындау, немесе өнім жасау үшін оқушылардың тобының бірлескен жұмыс істеуін білдіреді. Яғни, бұл тек екінші сынып оқушыларында ғана емес, жалпы бастауыш сынып оқушыларына орындатса өте қызықты болады. Мен мынадай кестем бар, әр сабақта балаларға топ-топқа бөліп беремін. Осы арқылы балалар оқыған мәтіннен сұрақтарға жауабын жазып отырады және өте қызығып белсенділіктері артып отырады. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, менің сабақта қолданған әдіс тәсілдерімді балалар қызығушылықпен орындауда, әр әдіске қызыға орындайды, тапсырмаларды орындап жатыр. Ал енді мына жерде қарап отырсаңыздар, жаңа мен айтқан кесте сюжеттік кестені толтыру. Бұл жерде ұшқан ұя тақырыбын мәтінін оқимын. Киіз үйдің төрінде бір топ ауыл ақсақалы баппен қымыз ішіп отыр екен. Әкем дастархан шетінде қымыз құйып отыр. Ол мені ымдап қасына шақырды. Аталарыңа сәлем беруді ұмытпа дегенім қайда деп сыбырлады. Мен қатты қызарақтап үйден шыға жөнелдім. Сыртта біраз тұрдым да, нық басып үйге қайта кірдім. Ассалаумағалейкум аталар деп әр сөзді қадап-қадап айттым. Бұған әрине бәрі күлісіп жатыр.
Бәрі де бір ауыздан «Уағалейкум ассалам» десті. Сонан соң әрқайсысы маңдайымнан сипап мақтады. Жақсы сөзге мәз болып, мен әкемнің тізесін ала жайғастым. Ол басымнан сипады. Жарайсың балам, үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Әдепті бала сөйтеді, деді. Бауыржан Момышұлы. Мәтінде дескриптор мәтінді түсініп оқиды, сюжеттік кестені толтырады. Енді осы жерде сіздерге тапсырма, барлығымыз бірге орындайық. Сюжеттік кестеге барлығымыз білетін 2-ші сыныпта бұл ұшқан ұя мәтіні. Мына жерде сюжеттік кесте толтыруда мәтіннің авторы жазыламыз, және екіншісіне оқиғаның болған орны мен уақыты қай жерде қашан болды, үшіншісінде кейіпкерлер, төртіншісінде оқиға қандай оқиға болды, бесінші мәселенің себебі, бұл оқиғаға не әсер етті, соңында жасалған нәтижесі қандай, шешімі не болды. Қане, ауызша айтып өтсеңіздер. Сюжеттік кестеге не жазсақ болады? Микрофондарыңызды қосып айтсаңыздар болады. Мәтіннің авторы. Мәтіннің авторы Бауыржан Момышұлы. Дұрыс. Оқиғаның қай жерде болды? Киіз үйдің ішінде, е? Дұрыс, киіз үйдің ішінде. Ауылда. Кейіпкерлері ауылдың ақсақалдары және бала, әкесі. Тамаша. Оқиғасы бала киіз үйге кіріп, бер жақтан отыра қалды. Сол кезде әкесі оған амандасуды ұмыттың ба деп ескерту айтқан болатынды. Тамаша. Себебі? Мәселенің себебі? Мәселенің себебі баласы үлкендерге амандасуды ұмытып, өзінің іс-әрекетіне ұялып қалған болатын бұл жерде. Нәтижесінде бала қайтадан шығып кетеді де, үйге нық сеніммен басып кіріп, ақсақалдарға амандасады. Сонда бұл жерде енді қазақи тәрбие үлкендерге амандасудың маңыздылығын бала күннен үйрету керектігін түсіндіріп тұрған. Өте жақсы, жарайсыз, рахмет. Яғни балалар, естігенімді ұмытамын, көргенімді есте сақтаймын, ал өзім істегенді түсінемін деп Конфуций айтқандай, балаға тек айтып түсіндіру жеткіліксіз. Егер ол көрсе, жақсы көрсе, білімді де жақсы меңгереді. Біздің балалар көбінесе қолымен жұмыс жасағанды ұнатады, е? Ал одан кейін жұптық және диалог арқылы түсіну. Жаңағы мына жерде суреттер берілген, мен әр неде тапсырмамда осындай балаларды жұпқа бөліп, топқа бөліп отырғызамын, және осы тапсырмаларды орындайды. Бұл жерде дескриптор әр топ суретке қарап байланыстырып, қысқа оқиға ойлап табу, диалог құрастыру және сюжеттік кестені толтыру. Балалар оқиға ойластырады, мына суретке қарап, және диалог құрастырады. Құрастырған диалогы сол сюжеттік кестеге де толтырады. Ал енді өздеріңізге бір-бір суретті таңдап алып, сол бойынша қысқа оқиға ойластырып, диалог құрастырсаңыздар болады. Өздеріңізге қайсы суретті алатын болсаңыз, мысал үшін мен 1-ші топ, 2-ші топ, 3-ші топтың суретін алдым деп айтсаңыздар болады. Мен 1-ші топты алайын, саламатсыздар ма? 1-ші топ. Айтыңыз. 1-ші топта тақырыпқа күн шуақты орман деп қойдым. Дауысыңыз шықпайды. Естіліп тұр ба? Тақырыбына күн шуақты орман деген қысқа оқиғаны алдым. Сосын күн шуақты күні 2 бала орманға серуендеуге келді. Олар түсті көреді. Сосын былай жаздым. Балалар табиғаттың әдемілігіне сүйсініп, құстарды қорғау керек екенін түсінеді. Бұл жердегі диалог, бұл күн қандай жарқырап тұр,
Екінші диалог, иә, орман да өте әдемі екен. Үшінші, қарашы, ағашта құс отыр. Төртінші диалог, оны үркітпейік, тыныш қарайық. Ал дұрыс айтасың, құстарды қорғау керек. Ал соңғы диалогты, табиғатты бәріміз сақтауымыз керек деп өзім солай неттім. Диалог құрастырдым сөйтіп. Яғни табиғатты қорғау бойынша, иә? сәлеметсіздер ме, Табиғатты қорғау. Ал енді осыны сюжеттік кестеге толтыратын болсақ ше? Сюжеттік кестеге толтыратын болсақ, мәтіннің авторы, екіншісіне күн шуақты орман, сосын оқиға. Кесте мәтіннің авторы дегенге оқиғаның болған орны мен уақытын жазамыз. Сосын күн шуақты орманда, күн шуақты күні. Сосын оқиға, балалар орманға серуендеуге келіп, ағашта отырған құсты көреді. Кейіпкерлері, екі бала, құс. Балалар құсты үркітпей керек екенін түсінеді. Кестеге. Рахмет. Және енді біздерде Екінші топтың тапсырмасын алайын. айтыңыз. Екінші топтың тапсырмасында мен тақырыпты былай қойдым. Телефон ба, әлде ойын ба? Естіліп жатыр ма? Қысқа оқиға. Бір бала аулада телефон ойнап отырды. Сол кезде достары футбол ойнауға шақырды. Бала алдымен ойланды, кейін телефонды қойып, достарымен бірге ойнауды таңдады. Осылайша қысқа ғана мәтін құрастырдым, осы тақырыпқа байланысты. Ал енді диалог құрастыратын болсақ, сен не істеп отырсың? Мен телефонмен ойын ойнап отырмын. Біз аулада ойнағалы жатырмыз. Бізбен бірге ойнашы. Қазір деңгейден өтіп алайын. Телефонды кейін ойнайсың. Ал бірге ойнауға қызығырақ. Жарайды, сендер айтасыңдар, мен де ойнаймын. Кеттік, командаға қосыл деп осылай диалог құрастыруға да болады. Яғни кестегі телефонмен ойын ба дегенде актуальный тақырып, иә? Қазіргі замандағы балалардың телефонға тәуелді болып қалғандығына байланысты. Енді сюжеттік кестеге толтыратын болсақ? Егер сюжеттік кестеге толтыратын болсақ, оқиғаның болған орны аулада және күндіз, кейіпкерлері бір бала және оның достары. Оқиға, бала аулада телефонмен ойын ойнап отырды. Кейіпкерлері, достары оны футбол ойнауға шақырды. Мәселенің себебі, достары оны футбол ойнауға шақырды. Бала телефонды қойып, достарымен бірге футбол ойнауға кетті. Осылай жалғастыруға болады. Жақсы, рахмет сізге. Енді біздерде бір топтың тапсырмасы қалды. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай. Кім өзінің ойларын айта алады, оқиға құрастыра алады. Көлді көрсетіп тұр бұл жерде, е? Барма сөйлейтін әріптестер? Бұл жерде енді қазіргі кезде бізде өте актуальный дейміз ғой. Таза Қазақстан акциясына байланысты, иә, балаларды. Яғни балалар көл жағасына балық аулауға келді. Қараса, көлдің бетінде қоқыстар тасталғанын көрді. Олардан балықтар бір көмек сұрағандай, әсер қалдырғандай болды да, балалар бірден қоқысты жинап кетті. Маңайдың бәрі тап-таза болған кезде балалар өз іс-әрекеттеріне қатты қуанды деген сияқты мәтін құрастыруға болады. Әршек бар. Міне осындай мәтін, иә, бұл жерден де диалог, мына жердегі балалардың арасында бұл жерден жақсы диалог шығуы тиіс деп ойлаймын, өйткені балықтарды қызықтауға келді, бірақ олардың мүшкіл халын көргеннен кейін мүмкін тазалармыз, келістік, онда біз не істейік дегендей сөйлесулері мүмкін диалогқа. Қоқысты жинайық деген сияқты ма? Иә, қоқысты жинайық деген. Яғни табиғатты балам жағаласып. Тыныш, қазір. Өте жақсы, рахмет.
Енді осы жерде кестені толтыратын болсақ, бұл жерде болған оқиға жазатын болсақ, яғни көлдің, нені атауы көл Иә, дейміз, иә. таза көл десек болады. Одан кейін қай жерде? Жаңағы көлдің жағасында деп. Кейін кейіпкерлеріне жаңа балалар және балықты жазамыз. Балықты, иә. Оқиға қандай болды? Жаңа сіз айтқандай, оқиға қандай болды? Табиғатта Балалар балық аулауға келді, бірақ олардың мүшкіл халін көргеннен кейін біреуі ұсыныс жасады. Белсенді бір оқушы болады ғой, әрқашан енді сол топты бастап баратын. Сондай не құрастыруға болады. бұл оқиға не әсер етті деп ойлайсыз енді? Не әсер етті деп ойлайсыз дейсіз ба? Иә. Бұл оқиғаға балалардың сыныпта тәрбие сағатындағы әңгімесі әсер етуі мүмкін, иә. Қоршаған ортаны ластамау қажеттігі туралы олар сынып сағаттарында үнемі естіді. Ата-аналары да оларға қоқыс тастатпауы мүмкін. Барған жерлерін таза ұстату мақсатында. Осы тәрбие әсер етуі мүмкін енді. Ал нәтижесінде шешімінде? Нәтижесінде балалар өзіне риза болды, өйткені олар көлді қоқыстан тазалады. Балықтарға жағдай жасады, табиғатқа қамқорлық көрсеткендеріне қуанды деген сияқты нелер болуы мүмкін. Нұргүл мұғалім, сізге рахмет. Ал енді кейін біз сабағында және мынау зейінді тұрақтандыру және семантикалық карта құру деген тақырыбым болатын болса, бұл жерде халқымыздың салт дәстүрлерін барлық бала біледі. Салт дәстүр халықтың сеніміне кіріп және тұрмыс тіршілігіне сәйкес ғұрыптардың жиынтығы. Қазақ халқы салт дәстүрге өте бай, мысалы бата беру, бесікке салу, тұсаукесер, байғазы, көрімдік, сүйінші тағы басқа салт дәстүрлер жатады. Енді осы салт дәстүрлерді білгеннен кейін балаларға мен семантикалық карта жасатамын. Енді қарап отырсақ, салт дәстүрге жаңа біздер білетін шілдехана, бесікке салу, тұсаукесер, бата беру. Енді қашан жасалады? Не үшін жасалады? Қане бәріміз бірге айтшы берейік, шілдехана қашан жасалады? Сәби дүниеге келгенде, иә? Бала туы, сәби дүниеге келгенде не үшін жасалады? Яғни, сол жаңа туған сәбидің дүниеге келуін тойлау үшін, иә? Иә, дүниеге келген тойлау үшін. Бесікке салу? Жаңа туған сәбиді бесікке салу. Иә, бала қырқынан шыққан кезде ауылдың қадірлі анасы баланы әртүрлі жоралғарын жасап, аластау арқылы жатқызады. Яғни не үшін жасалады? Баланың ұйқысы тыныш, жылы, жайлы болу үшін жатқызады. Баланы бесікке бөлеу, яғни оған жақсы тілек айтады. Ал тұсаукесер барлығымыз білетін балалар. Бала қаз тұрғанда жасалатын рәсім, яғни жолы ашық болсын деген мағынада. Оны да енді қадірлі адам жасайтынын балалар түсінуі керек деп ойлаймын. Ал енді бата беруді? Бата беру әрбір осындай салт дәстүрлер орындалған кезде бата берумен басталады ғой, батаменен ер көгереді деген мағынада. Бұндағы мақсат ұрпағының жолы болсын деген мақсатта. Рахмет. Жол ашық болсын деген, иә. Енді оқу кестесімен жұмыс және есте сақтау тәсілдерін деген тақырыпты алсам, мысалы үшін мен қасқыр мен тырна мәтінін оқиды және онда ассоциация әдісі байланыстыру. Визуализация әдісі, мысалы үшін балалар көз алдына елестетіп, сол мәтінді оқығаннан кейін көз алдына елестетіп, сурет салып, сызба қолданады. Мысалы үшін бұл әдіс бізге есте сақтауға қалай көмектесті деген қорытынды сұрақтар қойылады. Ал ассоциация әдісінде, мысалы үшін қасқырды ашулы, сараң, ашқарақ, сұр түсті дейміз. Ал тырнаны ақ түсті, тұмсықты, ақылды, сабырлы дейміз. Ал сүйекті қатты, ақ тағам қалдығы. Ал көмекті жақсылық жасау, құтқару, қол ұшын беру деп жазады балалар. Одан енді көру өрісін кеңейту. Көру өрісін кеңейтуде балаларға жаңағы мәтінді беремін, немесе
сөздер, кестеде мысалы үшін кестедегі сөздерді жазып қойып тақтаға, одан кейін оны өшіріп, балалар қалай есіне сақтады сол сөздерді. Мысалы үшінге 10 секундта немесе 20 секундта 10 сөзді жазу арқылы балалар жазып отырады. Енді апробация нәтижесі, мен 2024-25 жылы өз немде апробация өткен болсам, бұл жерде оқу мотивациясының арттыру, мәтінді түсіну және талдау дағдыларының жақсаруы, шығармашылық және сыни ойлауының дамуы, сөйлеу және жазбаша тілдің дамуы, дербестік пен жауапкершіліктің қалыптасуы бұл өсіп отырды. Және оқу мотивациясын алдыңғы және кейінгі нәтижелерді салыстырмалы түрде қарасам, оқушылардың оқу дағдысының динамикасы жылдан жылға артып отырды. Оқу мотивациясы 70%-дан 85%-ға, мәтінді түсіну және талдау 58%-дан 74%-ға, шығармашылық және сыни ойлау 63%-дан 78%-ға, сөйлеу және жазбаша тіл 63%-дан 77%-ға, дербестік 74%-дан 84%-ға артты. Яғни қорытындылай келе 2024-25 оқу жылы барысында екінші сыныпта бастауыш сынып оқушыларының жылдам оқуға ынтасы мен зейін арттыру авторлық бағдарламасы апробациядан сәтті өткізілді. Бағдарламада оқушылардың оқу белсенділігі, мәтінмен жұмыс дағдыларына және ойлау деңгейінің дамуына оң әсерін тигізді. Тиімділігі толық дәлелденді. Ал енді менің оқушыларым осы жаңағы апробациядан өткеннен кейін және осы тақырыпты меңгергеннен кейін Ақберен республикалық танымдық шығармашылық ұйымдастырылған республикалық Мақатаев оқулары, Абай оқулары, Мағжан оқулары конкурстарына қатысып, жүлделі бірінші орындарды иеленді. Атап айтсақ, жаңағы Шайзында Қамар, Сүлеймен Ерке, Сералы Мереке сияқты оқушыларым үнемі алда осы конкурстарға қатысып отырады. Ал осы жұмысымның нәтижесін бөлісу үшін баспасөз бетіне мен мақала жарияладым. Ұлағатты ұстаз жолы журналында мақалам жарық көрді. Және одан кейін қорытындылай келе, бастауыш сынып оқушыларының оқу жылдамдығын дамытуда тиімді әдіс тәсілдерді жүйелі қолдану маңызды рөл атқарады. Бұл оқушылардың білімге деген қызығушылығын арттырып, зейінін арттырып, мәтінді түсіну қабілетін жетілдіруге ықпал етеді. Нәтижесінде оқушылардың білімге деген қызығушылығы арттырып, оқу жетістіктері тұрақты дамиды. Әрбір шәкірттің болашағы ұстаз еңбегінің нәтижесі. Сондықтан сабыр мен төзімді серік етіп, алдымызға келген әрбір оқушыға сапалы білім мен өнегелі тәрбие беруге әрқашан талпынайық. Ал енді әріптестер, бүгінгі тақырып төңірегінде өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Мен үшін пікірлеріңіз аса маңызды. Егер жұмысым қызықтырып жатса, хабарласарсыздар. Енді сіздерден кері байланыс әріптестер. Бүгінгі трансляция сізге қаншалықты пайдалы болды? Қай бөлім немесе әдіс сізге көбірек ұнады? Бүгінгі трансляциядан қандай жаңа идея алдыңыз? Өз сабағыңызда қандай әдісті қолданғыңыз келеді? Пікірлеріңізді айта отырыңыздар, сіздерге ұнады ма? Микрофондарыңызды қосып. Әріптестер. Гүлжанат мұғалім, жұмысыңыз өте қызықты екен, маған өзіме ұнады. Яғни қазіргі кездегі біздің мәселелеріміздің бірін қамтитын өте өзекті жұмыс екен. Еңбегіңізге жеміс тілеймін. Рахмет сізге, өз басым қолданамын деп ойлаймын. Рахмет. Гүлжанат апай, жұмысыңыз өте қызықты екен. Әртүрлі әдіс тәсілдерді көріп, сол әдіс тәсілдерді қолдануда сізден тәжірибе алғым келіп отыр. Жұмысыңыздың нәтижесін көріңіз. Жұмысыңызға тек
сәттілік тілеймін. Рахмет. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Неше болды? Неше болды?